Көктем келеді, табиғат оянып, алғашқы жауқазын бір жарады. Сол жауқазындай нәзік, сол жауқазындай мөлдір бір ғұмыр өтті бұл өмірден. Ерте солған, бірақ жүректерде өшпес із қалдырған бала, ақ жүрек арғынып. Өнерге ерекше құштар, сөздің құдіретін сезініп, поэзиямен тыныстаған жас талант. Әр өлең жолында жүректің үні, әр қимылында сахнаның шуағы бар еді. Ол көркемсіз әлеміне қадам басқан сәттен-ақ ерекше қабілетімен көзге түсті. Ақ жүрек арғынып, халықаралық және республикалық көркемсөз оқу байқауларының жеңімпазы, өнерлі өрен, балауса талант номинацияларының иегері, Бозторғай байқауының гран-при иегері, Тәуелсіз Қазақстан менің елім халықаралық байқауының бас жүлде, Біз бақытты баламыз республикалық байқауының бас жүлде, Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған байқауында бас жүлде, Қазақстан үміті шығармашылық байқауының бас жүлде иегері. Ауылымыздың мақтанышы, ұстаздарының үміті. Жастығына қарамастан сахна мәдениетін жетік меңгеріп, сөзімен де, жүрісімен де көрермен жүрегіне жол тапқан. Бірақ өмір кейде тым қысқа, тағдыр ерте сынға салды. 11 жас балалықтың ғана емес, үлкен арманның да бастауында еді. Сол арман, сол үміт мәңгі сағынышқа айналды. Жауқазын ғұмыр өнер мен өмірдің тоғысуы, сағыныш пен үміттің символы. Бұл байқау рухқа тағзым, өнерге деген мәңгілік құрмет. Әр айтылған сөз, әр оқылған өлең, ақ жүрек рухына арналған тағзым. Өнер өлмейді, рух мәңгі, өмір жалғасады. Ақ жүрек арғыныптың рухына тағзым. Жауқазын ғұмыр жүректерде мәңгі жаңғырар сағыныш еді.